Bir жыл өтті өзіңді көрмегелі. Еске аламыз жарқылдаған жүзіңді, қойны суы қара жерге қиялмай, сағыныштан ет жүрегіміз езілді. Асқар-таудай тірегіміз, ақылшы қамқоршымыз болған. Әкеміз Аманов Сәрсенхан Уәзірұлының да мына жалған өмірмен қоштасып, мәңгілік мекеніне сапар шеккеніне жылдың 100 өтіпті. Әкеміздің нұр сәулелі бейнесін сағына еске ала отырып, барша ағайын туыс, құда-жекжат дос-жарандар мен көршілерді әкеміз Аманов Сәрсенхан Уәзірұлының жылдық асына шақырамыз. Еске алу жылдығасы 2022 жылғы 5 ақпан күні сағат 12:00-де беріледі. Мекен жайымыз Түркістан облысы Отырар ауданы Көксарай ауылы. Ас берушілер анасы, бауырлары, жұбайы мен ұл қыздары. Тең келмейтін алтында еш қолдағы. Өзің едің, әке үйдің зор бағы. Жарық берер айымыздай көктегі, болуш едің жанымыздың қорғаны. Біздер үшін асқар едің, шың асқақ, сенсіз қалды жанымызда тым ақсап, жанарларды жәудіретіп мәңгілік, кеттің әке жанымыздан жырақтап. Иә, келі Отырардың тумасы, мұна өмірдің суығы мен ыстығында пана болған әкеміз Сәрсенхан Уәзірұлы енді арамызда жоқ. Осыдан 1 жыл бұрын Сұмажалдың тырнағына ілініп, содан бері жүректе мұң, көңілде сағыныш орнады. Артында қалған анасы мен бауырлары, жан-жары мен балалары, немерелері қайғыдан қабырғасы қайысты. Мұна жалғанда 62 жыл ғана ғұмыр кешкен абзал азамат кіндігінен өрбіп шыққан 2 қыз, 1 ұлына тәлімді тәрбие берді. Олардан тараған 5 немеренің де сүйікті атасы болатын. Амал қанша, Алланың бұйрығына үнсіз ғана көндігеміз. Әйтсе де шөлдегі су іздеген жолаушыдай арманға сусаймыз да тұрамыз ғой. Халқының адал перзенті, әлі де туған жерінің гүлдену үшін аянбай тер төгері сөзсіз еді. Адамдықтан, адалдықтан айнымаған болмысы, талай жанға жақсылық жасаудан шаршамайтын. Жүрегі жайсаң, көңілі дархан, жүзі жарқын атпал азамат еді ғой. Ағайын туыс, құда жекжат, дос-жаранның арасында өзіндік орны, абыройы зор болатын. Бауырларына да әрдайым қамқорлық жасап, қолдан келген көмегін аямайтын. Әттең, бүгін тірі болғанда 63 пайғамбар жасқа толып, зейнеткерлікке шыққан болар еді. Жазмыштан озмыш жоқ деген. Ендігі қолымыздан бар келері, әкеміздің рухына арнап, Құран бағыштап, бір Алладан рақым тілеу. Жатқан жерің жайлы, топырағың торқа, жаның пейіштің төрінде шалқысын, жанаке. Біз сізді жүрек түкпірінде мәңгіге сақтаймыз. Еске алушы анаң мен бауырларың, жарың мен балаларың.